Салт дәстүр дегеніміз барлық ұлтта бар. Ол ұлттың болмысы, ол ұлттың қалыптасуы, жүрген жолы. Енді салт болу үшін қандай болу керек? Бір амал әрекет жасап жатырық, мынаны салт деуіміз үшін оның артында Құран тұру керек, хадис тұру керек, немесе хиссалар тұру керек. Егер осыларға сүйеніп, Құранда мынадай деген, біз сондықтан мына амал әрекет жасаймыз дейтін болса, немесе хадисте былай деген, сондықтан біз былай жасаймыз деп жүрсе, мәселен, қолды 3 рет жуу деген кешегі дінсізденген қоғамның өзінде де бар еді. Неге 3 рет жуатынымызды білмейміз. Кейін келе қарасақ, сыртқы дәрет шарттарында бар екен. Сол сияқты салт болу үшін ол бір нәрсеге сүйену керек. Дәстүр бұл белгілі бір уақытта қалыптасып, кейін жоқ болып кететін нәрселер. Яғни қоғамның ыңғайлығына, заманның талабына байланысты дүниеге келеді де бір кездерде жоқ болып кетеді ол. Намаз оқып жүрген, дінді тани бастаған жастардың өзі айтады, анашым, мына есіктің аузына кәріжілік іліп қойыпсыз, не келдіңіз дейді. Сіз үйді қорғауды кәріжілікке тапсырдыңыз, неге оның орнына Аллаға тапсырмадыңыз? Яғни мынауыңыз Аллаға серік қосу ғой дейді. Ал біз енді сол кезде не деп жауап береміз? Жоқ, біздің ата-бабаларымыз адаспаған дейміз. Кәріжілік деген өзінде жіліктігі және ілдіргісі деген болады. Енді осы кәріжілік барлық жіліктердің ішінде уақыт өткен сайын қатая беретін жалғыз жілік. Басқа сүйектер кеміктенетін болса, бұл қатая береді. Осыны 5-6 жыл қатайтады да, жіліктігінен үскіге сап жасайды, ілдіргісінен пілтекеш жасайды, мәймөнке жасайды, қайыс біз деген болады, сондай біз жасайды. Яғни тұрмыстық керектіліктерге пайдаланады. Есік қаласында алтын адаммен бірге табылған садақтың жебесінің ұшы осы кәріжіліктерден жасалғандығы анықталды. Кеңес үкіметінің кезінде темірлерден, басқа да металдардан бұйымдар кірді да, бұл керектіліктен ығысып шыға бастады. Бұл керек емес дүние болды. Баяғы негізгі мақсат өзгерді да, бұл кәдімгі наным сенімге кіріп кетті. Сөйтті да, бұл біздің үйді қорғап тұрады екен деген ойға келді. Келді, ырым өтіп кетті. Одан кейін осының айналасында бір аңыздар пайда болды. Кез келген адам біздің салт дәстүр наным сенімімізге тиіспес бұрын бұл қайдан шықты? Дінде не дейді, табиғатта не дейді? Мынау енді табиғатпенен үндесу, адаспаудың бір ғана жолы бар. Осы біздің салт дәстүріміз қайдан шықты? Табиғатқа ма, шариғатқа ма, әдеп ғұрыпқа ма, қайсысына сүйеніп тұр? Соны дәлелдеп беру керек.